Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының жоғары медициналық колледжі номері 4-ші арнайы пәндер сабақ оқытушысы Қадыл Мөлдір. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз аса қауіпті зоонозды инфекциялар қоздырғыштары. Жалпы аса қауіпті инфекцияларға холера және бірқатар зоонозды аурулар жатады. Оларға оба, тулермелия, бруцеллез, сосын Сібір жарасын жатқызамыз. Аса қауіпті инфекциялардың жұмыс арнайы нұсқаулыққа сай зертханада жүргізілуі керек. Енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бойынша жоспарға келетін болсақ, біз бірінші оба қоздырғыштарын, сосын тулермелия қоздырғыштарын, бруцеллез қоздырғыштарын және жалпы тақырып бойынша қорытынды жасаймыз. Оба қоздырғыштарын негізінде оба бактериясын 1894 жылы Гонконгта Ерсен деген ғалым ашқан болатын. Сол ғалымның есіміне, яғни құрметіне бактерияның бұл түрін Yersinia деп аталған. Және де оба қоздырғыштарының негізгі морфологиясына келетін болсақ, бұлар бізде грамм теріс таяқша тәрізді болып келеді. Микроскоппен суретін қараған кезде, мұнда суреттері сіздерде көрсетілген. Сол суреттерін қараған кезде, кәдімгі күнделікті тұрмыста қолданатын чүреуіш бар ғой, сол чүреуішке пішіндері ұқсас болып келгендіктен, оны қауіпсіз чүреуіш деп те аталған, яғни микроскопиялық көрінісі сондай болып келген. Және де осы морфологиясына келетін болсақ, оба қоздырғыштары овоидты таяқша тәрізді, жаңа айтып кеттік, иә, грамм теріс таяқша тәрізді болып келеді, және қозғалмайды, спора түзбейтін болып келеді. Және де олардың негізгі несі қалыңдығы, яғни ұзындығы оларда 1,2 микрометрді құрайды. Және де табиғатта негізгі тасымалдаушылары бұлардың егеуқұйрық, суыр және де басқа да тышқан сияқты кеміргіштер жатады. Ауалық, яғни тамшы жолдарымен де тарайтын түрлері бар, бірақ олар өкпелік оба кезінде жиі кездеседі. Енді дақылдануына келетін болсақ, оба қоздырғыштары факультативті анаэробты жолмен тіршілік етеді, яғни оттекті де, оттексіз де ортада тіршілік ете алады деген сөз. Қоректік ортаға талабы аз, ол қарапайым ортада 28-30 градус температурада pH 7,0, 7,2, яғни өседі. Оның өсіп жатқаны 10-12 сағаттан кейін ғана көріне бастайды. Өсуді тездету үшін, яғни стимулятор қолданылады кейбір бактериялардың, яғни бұл экстракторлы, мысалға сарсенияда жаңадан, яғни гемолизденген қанда, натрийдің сульфитінде және де тағы басқаларында. Жалпы оба қоздырғыштарының ферменттік қасиетіне кетсек, олар, яғни сахароза, мальтоза, рамноза, яғни глюкозасы және де монитозраты қыл түзетін болып табылады. Және де олардың оба қоздырғыштарының екі негізі нұсқасы болады. Біреуі глицериндік қасиеті, яғни глицеринді ыдырататын және глицеринді ыдыратпайтын болып екі түрі болады. Және қоршаған ортаға факторларына оба қоздырғыштарының төзімділігіне келетін болсақ, жоғары температурада, яғни 1000 градуста оба бактериясы бір мезетте жоқ қылады, ал 80 градус температурада оба бактериясын 5 минуттан кейін өледі. Төмен температураға оба бактериясы төзімді болып келеді, яғни 0 градус температурада 6 айға дейін, қатқан өлікте 1 жылдан және одан да көп уақыт сақталуы мүмкін. Және күн сәулесіне, яғни күн сәулесінің тура әсерінен 2-3 сағатта өліп кетуі мүмкін екен. Оба бактериясы кептіргенге өте сезімтал болып келеді. Және де тағамның құрамында 2 айдан 6 айға дейін сақталады екен. Бүргеннің денесінде 1 жылға дейін сақталады. Ал қолданып жүрген залалсыздандыру ерітінділері қоздырғыштарды 5-10 минутта жоя алады екен. Әсіресе оларды сулема және карбол қышқылдарының ерітіндісімен тез жоюға, яғни 5-10 минуттың ішінде жоюға мүмкіндік болады.
Жануарлардың кабылдагычтыгына келетін болсақ, обаның негізгі тасымалдаушылары жаңа ғана айтып кеттік. Егеуқұйрықтар, суыр, тышқан сияқты кеміргіштер тасымалдайды. Соның ішінде олар обаның табиғи ошағын, негізгі ошағын құрайды. Обаға сұр және не қара егеуқұйрықтар, тышқандар өте сезімтал болып келеді. Сонымен қатар түйелер, түлкілер және мысықтардың да қабылдағыштары өте жоғары екен. Сондықтан тәжірибе басында жұқтыруға негізгісі тышқандар, егеуқұйрықтар және теңіз шошқалары тағы басқалар қолданылады екен. Обаның түрлеріне келетін болсақ, бұл бубонды оба лимфа түйіндерінде ісінеді. Өкпелі оба өкпені зақымдайды және ауа тамшылары арқылы таралатын болып табылады. Септикалық оба бұл қан арқылы таралады. Негізгі жаңағы кемірушілердің тістеуінен, қанға яғни лимфаға түсуден болатын болып табылады. Негізгі белгілері дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, бас ауруы және де лимфа түйіндерінің ұлғаюы болып табылады. Алдын алу негізгі шараларына келетін болсақ, кеміргіштермен күресу, бүргеден қорғану, жеке гигиенаны сақтау, науқасты оқшаулау, ең негізгі қауіпсізі вакцина алу болып табылады. Енді тулермияға келетін болсақ, тулермияны ең алғаш рет 1911 жылы американдық бактериологтар, яғни Маккой мен Чипин Калифорнияның Тульяре штатында кеміргіштерді зерттеу барысында тапқан, және де 1921 жылы Фернис бұл аурумен адамдар да ауыратынын анықтаған және оны сипаттап өткен. Сондықтан тулермияның қоздырғыштары францела тулермиес деп аталады. Негізгі тулермия қоздырғыштары өте ұқсас, крам-теріс кокобактериялар болып табылады. Олар қозғалмайды, спора түзбейді. Негізгі морфологиясы тулермия қоздырғыштары майда кокобактериялар болып табылады. Яғни кокобактериялар негізгі мөлшер, яғни олардың размерлері яғни 0,3, 0,6 немесе 0,1, 0,2 микрометр болып табылады. Негізі табиғатта қоян, тышқан, суыр сияқты жануарларда кездеседі. Адамдарға негізгі жұғу жолдары бұлар кене немесе масаның шағуы, ауру жануармен жанасуы, ластанған сумен тағам арқылы да яғни тағам арқылы да жұғатын болып табылады, және де ауа шаң арқылы да жұғады екен. Негізі қоршаған орта факторларына төзімділігін айта кететін болатын болсақ, 100 градус температурада тулермия бактериялар бір мезетте жойылады, яғни тірі қалу мүмкіндігі өте аз болып табылады. Және де 60 градус температурада 20 минуттан кейін жойылады. Төмен температурада және де ылғалдықта топырақтың яғни құрамында 4-5 айға дейін, яғни 1 градус температурадағы суда олар 9 айға дейін өмір сүретін болып табылады. Және 0 градус температурада 150 күнге дейін, нанда 14 күнге дейін, етте 30 күнге дейін сақталады. Және де қолданылатын қарапайым залалсыздандыру ерітінділерінде бұл бактериялар 10-15 минутта жояды. Тулермия бактериясының көптеген антибиотиктерге сезімтал болып келеді. Жануарлардың негізгі қабылдағыштарына келетін болса, тулермия қоздырғыштары көптеген жануарлар үшін патогенді. Қазіргі кезде тулермия табиғи жұқтырған 145 омыртқалы түрі және де 100 жақын омыртқалар түзетіні белгілі. Кеміргіштердің көптеген түрі және кейбір улы жәндіктер тулермияға өте сезімтал болып келеді. Және де тулермияның бізде 4 түрі кездеседі, яғни бездік түрі, көздік түрі, өкпелік түрі, ішектік түрі. Бездік түрінде лимфа түйіндері яғни зақымдалады, көздік түрінде көздің яғни көру аймақтары зақымдалады, өкпелік түрде тыныс алу жүйесі, өкпе зақымдалатын болса, ішектік түрлері ас қорыту жолдары бойынша, яғни асқазан, ішек жолдары зақымдалады екен. Негізгі белгілеріне келетін болсақ, жоғары қызу, әлсіздік, бас ауру, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, тері жаралары болуы мүмкін болып табылады. Негізгі алдын алу шаралары, яғни кеміргіштермен, жәндіктермен күрес, жалпы санитарлық шараларды міндетті түрде қолдану. Енді қызықты фактіге келетін болсақ, тулермияны кейде қоян қызбасты деп те айтады, себебі ауру көбіне жабайы қояндардан табылғандықтан қоян қызбасы деп атаған. Келесі бруцеллез қоздырғыштары. Бруцеллез қоздырғыштары негізі 3 түрі бар.
Бруцеллез қоздырғыштарының үш түріне келетін болсақ, бруцелла мельтинес, яғни қой мен ешкіден, бруцелла абортис, яғни сертак, бруцелла сюз, шошқадан жұғады. Бруцеллез қоздырғыштарын 1886 жылы брюс, яғни мальтия қызбасынан, яғни өлген адамның көкбауырынан таза дақылда майда кокобактерияларды анықтайды. Оны яғни 1900 банк сиырдың яғни түсігі кезінде жолдасының сұйықтығын кокобактериялар анықтаған. Одан кейінгі 1914 жылы траум осыған ұқсас, яғни таяқшаны ауру, яғни шошқадан анықтаған екен. Сондықтан қой, ешкі, сиыр, шошқа сияқты үй жануарларында кездеседі екен. Және де олардың бактериялары ұсақ грамм теріс кокобактериялар, және айтқандай, олар қозғалмайды, спора түзбейді. Адамға, яғни морфологиясына келетін болсақ, бруцеллез қоздырғыштары өте майда болып келеді, 0,6, 0,5 микрометрді құрайды. Бактериялардың пішіні жаңа айтып кеткендей таяқша тәрізді болып келеді. Одан кейін көбінесе дақылдануы болар бруцеллалар аэробты бактериялар болып табылады. Қоректік ортаға талабы өте үлкен. Яғни қоректік ортада жай өседі, мысалға 2-3 аптада олар өсуі қалыптасады. Енді олардың негізі қоршаған орта бактерияларына төзімділік, қоршаған орта факторларына төзімділігі, олар 1000 градус температурада бруцеллалар тез өлетін болып табылады. 80-85 градус температурада 5 минуттан кейін, 60 градус температурада 30 минуттан кейін өледі. Жалпы бруцеллездің белгілері, яғни ұзаққа созылатын қызба адам жоғары температураны көрсетеді, тершеңдік, әлсіздікті көрсетеді, буын және бұлшық еттері ауырады, тәбеті төмендейді. Негізгі қауіптілігі, яғни созылмалы түрге ауысуы мүмкін, көбінесе буын жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Алдын алу шараларына келетін болсақ, сүтті міндетті түрде қайнату, пастерленген, яғни өнімдерді қолдану, шикі, ет, яғни сүт өнімдерін қолданбау керек. Қызықты фактіге келетін болсақ, бруцеллездің кейде Мальта қызбасы деп те атайды, себебі алғаш рет Мальта аралында жаңа айтып кеткендей табылған. Енді жалпы қорытындыға келетін болсақ, оба тулермерия және бруцеллез адам мен жануарларға ортақ, яғни қауіпті жұқпалар болып табылады. Олардың негізгі тарататын көздері жаңағыдай кеміргіштер, тышқандар, суырлар сияқты жануарлар болады. Ал адамдарға ол тікелей сол жануарлар арқылы жұғатын болғандықтан, көбінесе бізде үй жануарлары мысалға бруцеллезбен ауырады, жаңа айтып өткендей. Сондықтан көп қолданылатын тағамдарымызды біз, яғни жуу, шаю және шикі өнімдерді міндетті түрде толық пісіріп жеу керек екенбіз. Және де тікелей сол жануарлармен жұмыс істейтін адамдар, яғни тікелей контактіге түсетін адамдар міндетті түрде санитарлық ережелерді сақтауы керек. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.